Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қатпарлы самса пісіретін боламыз. Ол үшін ыдысымызға алдын ала еленген ұнымызды салып, тұз араласқан жылы суымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз тым қатты немесе қатты жұмсақ болып кетпеу керек, орташа жұмсақтықта илену керек. Жақсылап илеп алып, оны 15 минут демалдырып қоямыз. Уақыт өткен соң, иленген қамырымызды қайтадан илейміз. Сол кезде қамырдың иі қанады және әдемі жайылады. Екінші рет жақсылап илеп алғаннан кейін тағы да 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды алып 4 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын жеке-жеке жайып аламыз. Жайылған қамыр тым қалың немесе тым жұқа болып кетпеу керек, орташа жұқалықта жайылу керек. Осы рецептпен дайындасаңыздар, самсаларыңыз қытырлақ болып шығады және қатпарлы болып тұрады. Самсаның салмасына әрине әркімнің өз қалауымен етпен, асқабақпен, картоппен және сырмен де дайындайды. Бұл жолы біз етпен дайындаймыз. Және өздеріңіз білетіндей, самсаның да бүгу түрлері көп. Біз бұл жолы қатпарлы самсамызға арасына ет салып, екі түрде бүгеміз. Міне дайын болған жайылған қамырымызға алдын ала ертіп дайындап қойған сары майымызды бір келкі қылып жағып шығамыз. Сары майды әрине арнайы щетканың көлемімен жақса да болады, бірақ маған қолмен жағып шыққан ыңғайлы. Сары майды жағып болғаннан кейін шамалы бір 2-3 минуттай қойып, сәл ғана кептіріп алу керек. Сол кезде самсаңыз қытырлақ болып шығады. Ендігі кезекте қамырымызды шиыршықтап жинап шығамыз. Осылай және шетінен бетіп бүктеп қоямыз. Барлық қамырымызды жайып осы тәсілмен сары майымызды жағып шиыршықтап қойған қамырды алып осындай бөліктерге бөлеміз. Барлығын кесіп болғаннан кейін оны ұнға ұнатып, пакетке салып, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа 20-30 минутқа қойып қою керек. Мұздатқыштан алғаннан кейін шетінен алып, самсамыздың қамырын жайып шығамыз. Қамырды мұздатқышқа салғаннан кейін мен самсаның арасына салатын салманы дайындап алдым. Яғни фаршымызға мөлшерімен тұз, қара бұрыш және дәмдеуіштер салдым және бас пиязды барынша майдалап турап қостым. Осылай мына самсаның қамырын жайып аламыз және шетінен фаршымызды салып шығамыз. Мен самсаны осылай үшбұрыштап бүктеп саламын. Піскен кезде арасы ашылып кетпейді. Осындай бүктеген бетін, табаны бетіне пергамент қағазын төсеп,
бүктеген бетін астына қаратып қоямын. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жабышқамыз және күнжіт сеуіп шығамын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта піседі. Әркімнің пеші әртүрлі, қызарғанша ұстасаңыздар болды. Бұл жолы екі түрде бүктім. Екінші бүгу жолы жайылған қамырлардың шетін пышақпен тіліп шығамын да, бір бұрышына фарштан саламыз. Бүгін мен самсамен қосып дәруменге бай қызылшадан жасалатын салатты да дайындадым. Оның рецептісі алдындағы видеоларда көрсеңіздер болады. Мінекей самсамыз да дайын болды.